толықтай қысқа дайынбыз, жұмысты бастап кеттік. Сол мектептердің 22-сі газға қосылған. 22-сі газға қосылған. Келесі жылға 10 мектепті кіргізу жоспарлап отырмыз. Газ кіріп жатқан ауылдарда. Бүгінгі күнге дейін бір қыстың қатал мінезін көргеніміз жоқ. Әзірге мектептерде жылу қалыпты. Барлығын қажетті көмірмен, қатты отынмен, қажетті генераторлармен, насостармен қамтамасыз етеміз. Жыл бойына дайындығымыз жақсы болады деген ойдамыз, Құдай қаласа. 9 мектебімізді де толықтай айтып отырмын ғой. Біз ағымдағы жөндеуден өткізіп, қажетті техникалық құралдар болсын, материалдық базаны қамтамасыз етуде жоспарлы жұмыстар істейміз. Ешқандай кедергілер жоқ. Республикалық ауыл олимпиадасынан 4 оқушымыз бар. 3-еуі жүлделі орындардан көрінді. 2 оқушымыз бірінші орын алса, 1 оқушымыз қола жүлдеге ие атанып келді. Жалпы бастауыш бойынша 134 бала тамақтанады. Одан бөлек жоғары сыныптардан 54 бала тамақтанады. 186 баламыз тамақ ішеді. 2 мезгіл тамақ береміз. Түске дейін және түстен кейін. Біз Байдыбек ауданы осы iVox компаниясымен келісімшартқа тұрып, қазіргі таңда 10 мектепке осындай 8 пән бар ішінде. Мынаның бәрі QR кодпен ашасың, ішінде барлық мәліметтер бар. Одан кейін жылдан жылға ашып көріңіз. Жылдан жылға бұл жаңарып отыр. Жаңа қосымша мәліметтер енгізіледі. Біздің жаңа оқушыларымыздың жетістіктері, біршама жетістіктеріміз бар. Кешегі өткен ғылыми жұмыстарда 2 оқушымыз дайындық үстінде қазір республикалыққа тест тапсырып, одан жоғары нәтиже көрсетсе, одан жоғары неге өтеміз деген ойдамыз. Сырты жаңадан бүйір қапталып, ағымдағы жөндеу кезінде қала бере алдына бұршақ төселіп жаңарды. Ал ішке келетін болсақ, бұл мектептің ішіне бізге 3 кабинет. Кабинетіміз химия, биология бұл өкіметтен. Бізге физика кабинеттері зертханасымен қосылып, әрқайсысы 13-14 миллион теңгенің жабдықтарымен жабдықталған. Ал енді одан бөлек жаңағы коридорымызға өздеріңіз көріп өттіңіздер, инбокс бойынша 10 мектепке келді деп отыр. Соның біреуі бізге келді, яғни планшетіміз келді. Одан бөлек бізге осы балалардың білім алуына заманауи жағдай жасау үшін бүгін ауылын басқарған совхоз директоры болған Ералиев кісінің туғанына 100 жыл толуына байланысты оның кісінің ұрпақтары мектепке компьютер кабинетін жасақтап жатыр. Бүгін жалпы орта мектебінің 20 жылдық түлектері кездесу арасында бізде Омарбек Бағлан осы ауылдың түлегі осы мектептегі інілеріне, қарындастарына осы садақты өзі демеушілік жасап әперді бізге. Одан кейін автомат калашников берді, пневматик терді әперді. Біз оқушыларымызды апарып, сол жерден жүлделі орынға ие болдық. Үйрену арқылы жетістікке жетіп жатыр, қазір жақсы қолданып жатырмыз. Осындай көптеген қолдаулар мен демеушілердің арқасында мектебіміз үлкен болып көркейіп, жақсы жағына қарай дамып келе жатыр. Оқушыларымыз ғылыми жұмыстар бойынша облыс деңгейіне шығып, жоғары нәтиже көрсетіп жатырмыз. Одан бөлек жаңа айтып өттік, алтын сахаға қатысып, 5 сыныптың оқушысы математикадан жүлделі орынмен оралды. Кітапханада өте кітаптар көп. Және мен іздеген кітаптарымды тез табамын. Біздің 4 сынып оқушылары өте тамаша, керемет, үлгерімі жақсы деңгейде. Жақсы, бәрі продуктымыздың бәрін әкеліп беріп жатыр кәсіпкер. Ол жағынан ешқандай не жоқ. Бәрі жеткілікті, жақсы. Комиссия құрамы тексеріп тұрады. Міне біздің кестеміз бар. Комиссия құрамының кестесі. Тексеріп бәрін қадағалап тұрады. Осы Қосбұлақ жалпы білім беретін мектепке директор болып тағайындалғаныма 4 ай болды, Құдай қаласа. Содан бері осы мектепті басқару үстіндемін. Жұмыстардың барлығы жүйелі түрде жүргізіп жатқан жайы бар. Мектеп қабырғасында жалпы 1 мен 11 сынып аралығында 147 бала білім алады. 9 бала мектеп алды даярлық сыныбында тәлім алса, жалпы 156 бала білім алу үстінде. Мектептің педагог кадрлары толықтай мамандар жеткілікті бізде. 31 кадр жұмыс жасайды, педагог мамандар. Барлықтары өз саласына жетік меңгерген, ізденісі, жауапкершілігі жоғары педагог кадрлар.
Қайырлы күн баршаңызға. Менің есімім Аскар Дарина Аянқызы. Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Қоспақ жалпы білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысымын. Осы ауыл олимпиадасының республикалық кезеңіне физика пәнінен қатысып, жүлделі 3-ші орынды иеленіп келген болатынмын. Жалпы ауыл олимпиадасы осымен 2-ші жыл ұйымдастырылып жатыр. Бұның басты мақсаты, яғни Ғани Бейсенбаевтың өзінің арнайы қолдауымен ұйымдастырылып жатыр. Бұның басты мақсаты ауыл мектептерінің ішінен шыққан дарынды оқушыларды шығару, оларды республикалық, тіпті әлемдік, халықаралық деңгейде оларды бағын сынау, оларды көрсету, таныту. Жалпы олимпиадаға деген дайындығым туралы айтатын болсам, дайындығымыз өте жоғарғы деңгейде өтті. Ағайымызбен бірге біз таңнан кешке дейін 12 сағат бойы дайындық болды бізде, және де белгілі бір деңгейде жетістікке жету үшін екінші нәрсені құрбан ету керек деп ойлаймын. Біз бұл жерде үлкен жетістікке жету үшін біз өзіміздің уақытымызды құрбан еттік деп айта аламын. Және де соның нәтижесінде біз менің сіңілім Асқар Гүлмарал 1-ші орын иеленіп отырса 9-шы сыныптар арасында, ал мен 10-шы сыныптар арасында физика пәні бойынша жүлделі 3-ші орынды иеленіп отырмын. Мен 8-ші сыныпта оқимын, бірақ олимпиадаға, ауыл олимпиадасына 9-шы сыныптың атынан қатыстым. Және де олимпиада жоғары деңгейде өтті. Маған қатты ұнады. Олимпиадада мен 1-ші орын алдым. Және де келесі менде пәндік олимпиада республикаға жолдама берді. Және де РФМШ мектебіне жолдама берді. Мектебімізде спорт жағынан өте жақсы дамыған. Қазақстан және әлем чемпионы бар бізде. Сардар деген жігітіміз қазіргі таңда ұлттық мектеп лигасында оқушыларымыз бес асық, күрес, сол сияқты тоғызқұмалақ осы қазақтың ұлттық ойындарынан жоғарғы жетістікте көріп жатыр. Олимпиадаларға келетін болсақ, аудандық олимпиададан оқушыларымыз жүлделі орындар алды. Және де ауыл мектептерінің олимпиадасынан облыстан 3-ші орын алды. Шекербек Айарова деген. Осы мектепке кіргенімізге 3,5 жылдай болып қалды. Жалпы мектептің іші жақсы, білім жағынан өте жоғары. Қазіргі таңда осы онлайн курс арқылы біз дайындалып жатырмыз ұбт-ға. Құдай қаласа енді барлығымыз грант иегері болып, ұбт-да жақсы нәтиже көрсетіп, осы мектебіміздің атын биікке көтере берсек деген сенімдеміз. Мектебіміз жылы, балдарға жай жақсы, уақытылы тамақтар беріледі. Балдарымызға жалпы мектептің тазалығы, жылылығы өзіміздің балдарға осы жерде істеп отқан қызметкерлердің бәріне лайықты.